Тозақта көрген түс. Сабырбек Олжабайдың Айбалталы Айгезбек кітабынан әңгіме. Тағдыр оған оң қабақ танытпай-ақ қойды. 9 жасында тұлдыр жетім атанды. Әкесі мен шешесінің жолдары екі айырылды да, бұл нағашы анасының қолында қала берді. Сөйтіп бірақ күнде тірі жетім атанып шыға келді. Ол әкесі мен шешесін сұмдық сағынатын. Кешкілік ұйықтар алдында әлдебір тылсым күштен әке шешемді қайтара көрші деп сұрайтын. Талай түндерді жылаумен өткерді. Есік сықыр ете қалса, шешесі кіріп келе жатқанда елеңдейтін. Түнімен кірпік ілмей, әкесі мен шешесін ойлап, олар туралы әлдене жазатын. Кейде сурет дәптеріне әкесі мен шешесінің ортасында кетіп бара жатқан өзін бейнелейтін. Бала қиял оны талай қиялдарға сүйреді. Бірақ Ботаның әкесі мен шешесі сол кеткеннен мол кетті. Ботаның бота көздері жәутеңдеп, әр күні өксікпен өтіп жатты. Олардың не тірі, не өлі екенін де нағашы апасы ашып айтпады. Ол да бір шіріген жұмыртқа болды ғой деп, нағашы апасы Сараның өзегі өртеніп отыратын. Ес жия бастағанда білді ғой. Анасы аяғын қия басып, түрмеге түсіпті. Әкесінің сүрлеуінен белгі жоқ. Атанасының бұралаң жолы Ботаға да зардабын тигізді. Ол Нұржан деген жігітпен азаматтық некеде тұрып жатты. Құдай қарғады ма, тіліміз жазықты, екеуінің қыздары мүгедек болып туылды. Осыдан соң-ақ Бота өз өміріне тереңірек үңіліп, былғанышқа толы бұралаң жолдың әйтеуір бір былыққа батырарын түйсінуі керек-ақ еді. Алайда әу баста түзелмеген көш оны адастырды да отырды. Ол сол тұманды сүрлеуден шығар жол таппады. Қайда барса да соқыр жандай сүріне берді. Тегі көңіл соқырлығы өмір соқырлығынан ауыр. Оның көзі шырадай жанғанымен көкірегі көмулі болған соң ба, ашық күнде адаса берді. Ботаны қалың тұман ішінен алып шығар анасы еді. Оның өзі батпаққа белшесінен батқаннан соң кімге сүйеу бола алады? Ал хабар-ошарсыз әкеден не үміт, не қайыр? Өмір-ай, мұнша қатал болармысың? Әке шешесін жазалаған соң, мұны көрмей-ақ қойсаң болмас па еді? Бірақ бақытсыздық басынан кетпей-ақ қойды. Дұрысы, бұл бақытсыздыққа өзі барды. Бала болса аурушаң. Әке мен шешенің түрі анау. Бота мұзда буыршындай тайғанақтап оңбай құлады. Мұз нәзік тәнін қарып өтті. Ол мұндайды бұрын сезінбеген еді. Енді оған бәрі бірдей көрінді. Жылаудан да, сұраудан да ештеңе өңбесін біліп, тағдырына лағнет айтты. Ақыры, көзсіз көбелектей біреудің байлаулы бағыныштысына айналды. Ол не айтса да, соны орындауға мәжбүр болды. Осы мәжбүрлік оны мүсәпірлікке жеткізді. Байлауы жоқ бұралаң жол оны батпаққа батыра бастады. Ол сол батпақтан сытылып шығудың жолын іздестірмеді. Сөйтіп жүргенде, ол Ахмет деген азаматпен танысты. Ахмет оған оңай олжа табудың жолын көрсетті. Бірақ бұл қасірет жолы еді. Бота енді Ахметтің тапсырысы бойынша Тәжікстанға сапарлап бара жатты. Ахмет оның қолына барып келуіне бөлек $600 ұстатты. Егер тауарды аман есен жеткізсе, сыйақыға 50 мың теңге бермек болды. Ботаға бұл ұсыныс ұнай кетті. Тәжікстанға өткен соң, Ходжа деген жігітті тауып аласың. Оның мекен жайы мынау. Оның қолына мен берген $600 ұстатсаң, ол саған тауарды көрсетеді. Шекарадан өтерде қай жеріне тығу керектігін де сол үйретеді, деді Ахмет. Курьер Ходжаның үйретуімен тауарды Өзбекстан арқылы Қазақстанға жеткізіп жүрді. Алғашында Тәжікстан жағы да, Өзбекстан жағы да, Қазақстан жағы да оның бұл сапарына соншалықты мән бере қойған жоқ. Әрі-бері өткіштей берген келіншектен күдіктенген тәртіп сақшылары мен кеденшілер оны тексеріп көрмек болды. Тергеушілер алдында Бота өзін сырқат жан ретінде көрсетуге тырысты. Дертіне ем қонбаған соң, Бота сонау Тәжікстандағы Алик деген емшіге барған. Алик оны Ходжа деген емшіге жіберген көрінеді. Ходжаның шөп дәрілері кереметтей күшті көрінеді. Бірер рет ішкеннен соң кәдімгідей тәуірленіп қалыпты. Бұл жолы да ол шыбын жаны үшін Тәжікстанға тартып кеткен тәрізді. Адам денсаулығы үшін қайда бармайды, қандай амал қолданбайды. Тіптен бір күндік жарық сәуле үшін барлық байлығын тәрк ететіндей ас табылмай ма? Бота Тәжікстанға дәрі алып қайту үшін бірнеше рет барып қайтқан.
Ходжа берген шөп дәріден соң өзін кәдімгідей сергек ұстайтынға ұқсайды. Бірақ Б. Қонысбаев кедендік бақылау бекетінде ұсталған келіншек Асық-Ата орталық ауруханасына барғанда өтірігі өрге баспады. Мақтаарал аудандық ішкі істер бөлімінің полиция бөлімінің ішкі қызметкерлері Ботаны бұлтартпас дәлелдермен бұғалықтады. Мақтаарал аудандық ішкі істер бөлімі қызметкері Әйгерім Сұлпықарова оның киімдерін сырттай қарап тексергенде күдікті ештеңе байқамады. Сөйтсе, бұл келіншектің қулығына найза бойламайды екен. Ол 2 дана ораманы адамдар тіптен ойламайтын жеріне жасырған екен. Мұны полиция қызметкерлері мен шекара қызметкерлері де растайды. Ботаны рентгенге түсіргенде табылған орама ішінде 42-де 180 грамм героин бар болып шықты. Сырқат енді сандырақтай бастады. Кедендік бақылау бекеті маңындағы әжетхана ішінен тауып алып едім деп бір соқты. Бірақ бұл кезде мұндағы әжетхана бұзылып тасталған болатын. Ал күдікті болса әжетхана ішінен тауып алдым деп міз бағар емес. Әйткенмен ол бір жауаптан соң екінші жауапта сүріншектей берді. Тәжірибелі тергеушілер оның қылмысын толықтай мойнына қойып берген еді. Дегенмен де ол бастағы жауабынан танып, Ахмет деген танысының тапсырмасымен Тәжікстанға асатынын бүгіп қалды. Соңында ешкімнің де тапсырмасы емес, өзім үшін Тәжікстанға барып жүрдім деп тұрып алды. Бастапқыда Бота тергеушілерге Ахметке мына есірткілерді беремін, сендер оны ұстап алыңдар, менде ол бәленің қорқытып жұмсауынан бір жола құтылайын деп те көрген. Ішшілер жіптің бір үшін ұстап алғандай да еді. Алайда жеме-жемге келгенде Бота алғашқы айтқандарынан тағы да айныды. Барлық кінәні бір өзі арқалап кетпек болды. Сотта да осы жауабынан айнымай қасарысып бақты. Сонымен өзіне тағылған айыпты мойындамай, әрі сыбайластарын әшкерелеуге көмек бермеген Ботаға жеңілдіктер қарастыру керек деп те таппады. Сөйтіп ол жазасын жалпы режимдегі түзеу колониясында өтейтін болады. Тас түрменің түкпірінде жатқан келіншек ұйқысынан шошып оянды. Ол түсінде өліп қалған екен дейді. Әлдекімдер қос қолтығынан сығымдай көтеріп тозаққа сүйреп барады. Жалыны жарты күндік жерден дене қаритын алапат тозақ оты мұны қомағай көмейіне жұтып бара жатқандай. Ол бастығырылып барып оянып кетті. Бүкіл денесі қара су болып терлепті. Өкпесі алқынып тұр. Ол нашақорлықтың, есірткі бизнесінің соңы тозақ екенін жақсы білетін. Міне, енді сол сорақы сүрлеуге өзі келіп түсті. Кімді кінәлайды? Енді 15 жарым жылға дейін мүгедек баласына кім қарайды? Оның да өмірі өксікпен өтер ме екен? Есірткіге, есірткі бизнесіне жолама қалқам. Ол тозаққа апаратын жол екен деп, ол ұлына аманат айтып жатты сандырақтап. Бірақ аналық ақылды кеш айтты. Адамдарға ақылдың кеш келетіні өкінішті ақ.